біреудің жеткен жетістігі таңғалдырумен қатар қанаттандыратыны да анық. Сондықтан мотивацияңыз төмендеген кезде табысқа кенелген адамдардың кітаптарын оқып тұрған жөн. Соны негізге алып, біз қазақ тіліндегі мотивациялық кітаптар топтамасын жасадық. Осы шығармаларды оқысаңыз, санаңызда төңкеріс орын алып, бір серпіліп қалатыныңыз анық. Екінші болма, Қуаныш Шонбай. Белгілі ресторатор, Руми Кроуптың негізін қалаушы, бүгінде Шонбай онлайн деген онлайн білім беретін университет ашып, дәріс өткізіп, көп жасты қанаттандырып жүрген Қуаныш Шонбайдың бұл кітабында автор өз тәжірибесімен бөлісе отырып, өзіңді қалай дамыту керек, қандай кітаптар оқу керек, 2,5 жылда 10 мейрамхана қалай ашуға болады деген сұрақтарға жауап береді. Екінші болма, жеңіске жетудің қазақша жолы. Ол қазақ тілді ортаның психологиясына ыңғайлы етіп жазылған. Кітап өзіңнің мықты тұсыңды анықтауға, өзіңді жеңуге және ақша тауып, жеке бренд қалыптастыру үшін әлеуметтік желінің күшін пайдалануға көмектеседі. Күнкөрістен кет, байлыққа жет. Бақытжан Бұқарбай. Саясаттанушы, журналист, Амал Букс баспасының жетекшісі Бақытжан Бұқарбай жазған бұл кітаптың басымдылығы қазақ кәсіпкерлерінің, соның ішінде Forbes тізіміндегі бизнесмендердің ең таңдаулы тәжірибесімен таныстыратындығында. Яғни бұл туындыны оқи отырып, сіз бір оқпен бірнеше қояндатасыз. Автордың сөзімен айтсақ, өз бетіңізше тәжірибе жинақтауға жұмсалатын уақытты 30 жылға дейін үнемдейсіз. Кітапта Арманжан Байтасов, Райымбек Баталов, Марғұлан Сейсенбай, Нұрлан Смағұлов, Қайрат Құдайберген, Қуаныш Шонбай сынды бизнесмендердің тәжірибелері көрсетілген. Қоқыстан табылған миллионер қыз. Ұлдана Ерғасым. Кітаптың авторы Ұлдана Ерғасым алғашқы миллионын 17 жасында тапқан қазақ қызы. Негізгі мамандығы журналист. Бүгінде ол Dream Trips компаниясының белді мүшесі. Кітапта автордың балалық шағы, өмірде көрген қиындығы, алған сабақтары туралы әңгіме өрбиді. Ол осы туындысы арқылы оқырманды қандай жағдай болмасын мойымауға үндейді. Тағдыр салған сынақтардан өтуге болатынына сендіреді. Ойыңды өзгертіп, өміріңді өзгерт. Кәмшат Бекжігітова. Психолог Кәмшат Бекжігітованың бұл туындысы аз ғана уақытта қазақ тіліндегі бестселлерге айналып үлгерді. Автор әлемдік психологтардың кеңестерін өзінің өмірлік тәжірибесімен ұштастырып, оқырманға сұнған. Кітапта өзіңді бағалау, ойыңды өзгерту, кешіру, мақсатты айқындау, қарым-қатынасты жақсарту, сабырлы болу, денсаулықты сақтау сияқты тақырыптарға қатысты түрлі кеңестер айтылады. Сонымен қатар алған білімін жүзеге асырғысы келетіндерге ішінде арнайы практикалық тапсырмалар да бар. Қош бол қиындық. Назила Слямқызы. Ақын, жазушы, мотиватор. Үй сатып алудың жолдары жобасының авторы Назила Слямқызының бұл кітабы армандауды сүйетін жандарға арналған. Кітапта жалпы білім мен өмір сүрудің қарапайым қағидаларын байланыстыру арқылы арманды қалай мақсатқа айналдыруға болатыны жазылған. Сондай-ақ автор өзінің өмірлік тәжірибесімен бөлісе отырып, қандай қиындықтардан өткен ашық айтады. Сол арқылы оқырманның сеніміне кіріп, мимен жұмыс істеудің қаншалықты маңызы барын жеткізеді. Бүгіндікке осы. Пікір қалдырып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз.